Ассалаумағалейкум, қадірлі ата-аналар. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Тіл ұлттың жаны дейді. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсын. Ақпан айының 2-6 жұлдызында номері 23-ші жалпы беру орта мектебінде қазақ тілі мен әдебиет пәндік апталығы басталғанын хабарлаймыз. Апталықтың мақсаты ана тілін қадір қасиетін көтеру, тіл жанашырларын көбейту. Апталық аясында түрлі танымдық шаралар ұйымдастырылмақ. Ендеше тіл таныған өрендерге кезек берейік. 9-шы А сынып оқушысы Ибрахим Нұрмахаммед пен Жаймұқан Расул Құрманғазы балбырауын күйімен. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба. Ойнап босқа күлуге 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десең, тілеуің өмір алдында. Оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еншік бекел мар шашпақ. 5 дұшпанды білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой. 5 асыл іс білсеңіз, жамандық көрсең нәфіратылы, суытып көңіл тисаңыз, жақсылық көрсең ғибратылы, оны ойға. Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасаңда ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз, сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Дүниеде өзі де, мал да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Білгендердің сөзіне махаббатпен ерсеңіз, ақыл сенбей сенбеңіз, бір іске кез келсеңіз. Ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты. Ақыл менен жеңсеңіз, надандарға бой берме, шын сөзбенен өлсеңіз. Емес қой, көпір болдың демес қой, қанша қарсы келсеңіз, көп орынды көрін айтпа, біздің сөзге ерсеңіз. Мұны жазған кісінің атын білме, сөзін біл, осы жалған дүниеден шешен де өткен не бол, көсем де өткен не күлді. Ұстаздар, оқушылар, биылғы жылы ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығы екенін естеріңізге саламыз. Апталық шараларына белсенді қатысайық. Еліміздің іргесі берік, тәуелсіздігіміз мәңгі болғай.